Ананың арманы Сайын Мұратбеков. Мен әжемді дүниедегі ең бақытты ананың бірі санайтынмын. Өз құрсағынан шыққан 3 ұл, бір қыздан өніп өскен өркеннің өзі кішігірім бір ауыл дерліктей болып қалдық. Ең үлкені менің әкем Көсембай. Колхоздың бас бұғалдері, дүниені қалай шайқап жүрем десе де, қолынан да тілінен де келеді. Ортаншысы Әсембай, колхоздың маңдай алды шопандарының бірі. Москва, Алматыдағы мәжіліс көрмелерге жылына 3-4 рет барып қайтады. Кіші ұлы Еселбай. Жоғары оқу орнын, одан да кейін аспирантураны бітірген. Ғалым деген атақ алуға сүйем қарыс жүрген адам. Қазір аудандағы беделді қызметкер. Ал кенжесі Мәржапия. 3 ағасының арқасында маңдайынан ешкім қақпай бұла боп өскен ауылдың ерке қызы. Жуырда ғана ауылдағы ең көрікті жігітке ұзатылды. Міне әжемнің барар өрістері осындай. Ендігі бір аңсайтыны шөбере сүю. Тек әттең немерелері кәмелетке толмай жатыр. Немерелерінің ең үлкені мен 17-ге биыл ғана толдым. Әрине, 18-ге тола қалған күнде де үйлене қояйын деп жүрген мен жоқ. Бірақ әжемнің жатта тұрса армандайды менің тезірек өсуім. Жеңіс бегімді аяқтандырып, осының бір шүйке басын көрсем деп тілейді. Мен оның сөзін естімеген адамша қызараңдай күліп үнсіз құтыламын. Бұлай шыға бере ойға да қаламын. Ішті әже-ау, көресің ғой әлі барын. Тіпті менің қойы биыл ғана мектеп барған есіттіні шүйке басын көресің әлі, деймін. Шынында да менің әжем әлі жас, 60-тың үшеуіне ғана кәрілікке желдірмеген жүріс-тұрысы жинақ, пысық. Алайда қарада жүріп өлімге даярланғанына біраз жыл болды. Асқазанымның түбінде бір пәле бар. Қанша жүргізер дейсің? Алып тынады ғой, деп қояды. Өзінің еншісіндегі үлкен кебеже қара сандықта 3 баласы әберген 3 камзол бар. Көк барқыт, жасыл барқыт, қоңыр барқыттан тігілген бірде-бір иығына ілген емес. Әдемілеп қаптап, бүктеп, қалампырлап салып қойған. Ол аздай әні бір кезде Мәржапия қара плюштен таған бір камзол тігіп әкеп берді. Сонда әжемнің сүйегіме салынады деген 4 су жаңа камзол бар. Ал тазадан тігілген атлас, шәйі жібек көйлек дегенді бүкір бір ауылдың кемпірлеріне үлестіруге жетерліктей шығар. Амал не, әжемнің соның бірін кимейді. Ылғи бір арзан, ұлдан тігілген көйлектермен әкемнің етек жеңін қырқылған ескі пиджагын киіп алып, ертеден қара кешке дейін салып-сұлып етіп үй шаруасынан қолы босамай жүргені. Бейнетқор адам. Қай баласының үйіне барса да басынан асқан үй шаруасы тап болады. Әкем колхоздың бас бұғалтері бола тұра біздің үйдің қысы-жазы отынға бір жараған емес. Ағаш отындар арқысы келіп те жатады, бірақ жылан жұтқандай еш шақ келмейді. Бір 7-ден кейін сирағымызды жаққандай болып отырып қаламыз. Сондайда әжем маған бір арбаны жеткізеді де мал жайылған өріске барып күні бойы тезек тереміз, қорай орамыз, ал кейде кетпенмен тобылғы шағамыз. Әсембайдың үйіне барса, көзі сығырағыңдай жасаурып, күндіз-түні есі қара іс машинасы құлағынан түспейді. Соның үпір-шүпір болған қара сирақ балаларына киім тігіп, піскі құсқысын жамап, жасақ кір қоңдарын жуып беріп тақап отырады. Ал Есбайдікіне барды дегенше әжемді кебежедей қара сөмкені арқалап аяғы таусылып күніне бір рет аудан орталығында дүкен атауларында адақтап шықтай бер дей бер. Қай дүкеннің алдында кезекке тұрған жұрт болса, әжем солардың ішінде. Қысқасы, бір баласының үйінде жаны жай тауып отырып рахаттанған емес. Енді соңғы кезде Мәржапияда қыңқылдап мазасын алып жүр. Аяғының ауырлай бастағаннан жақында сәбилі бола қалса, әжемнің өз қолына бар тұруын жиі айтады. Мүмкін соның бәрі де ана үшін бақыт шығар. Өлгенше қолынан келгенше балаларының отымен кіріп, күлімен шыққанды әрбір ананың өзі-ақ тілейтін шығар. Өйткені әжемнің көрші көлең кемпірлерге, Алла, осылардың бейнеті мен маған зейнет емес пе? Осылардың алдында өлсем арманым бар ма? Деп айтқандан талай рет естігем. Сондықтан да мен әжемді дүниедегі бақытты ананың бірі санайтынмын. Кей-кейде біздің ағайынды балалар өзара дүрдараз боп шаң-шұң шығарып жата төбелесіп қалғанымызда әжем жанымызды ұшыра кеп арамызға түсетін, бір-бірімізге ұрысып, бір-бірімізді жұбататын. Ал ара түскені бой бермей қызыл шекен болсақ, әжем бар даусымен налып айқай салушы еді. Құдай, осы ит жыны бірікпеген иттердің ортасында азапқа салғанша алсаң етті мені дейтін. Мұндайда жүзіндегі әжімі қалыңдап, өзі бір уыс болып бүрісіп, қасір жеккен күйген едім. Әжемнің осы сөздерін естіп, осы күнге көргенде тұла бойым шымырлып кетуші еді. Ұшып түсіп, аяғынан жығылып, бас ұрып жалбарына кешірім сұрағым келетін. Бірақ осы сәтте қарап оның бақытты екеніне шек келтіруде мүлде аулақпын. Әже менімен кешкене күнімен асылас. Екеуміз оңаша қалғанымызда өткен-кеткен айтып, келінін жаста жесіріп қалып 3 жыл бір қызды қалай адам қылып өсірген әңгімелейтін. Мен әжемнің көрген бейнетіне, кереметтей төзімдігіне жаным аши отырып сүйсінемін.
Сондайда қолымнан келсе әжемді үлде мен бүлдеге орап тырс еткізбестен төрге 4 қабат көрпенің үстіне отырғызып қойсам деп арман етуші едім. Менің осы ойымды жақсы ұғатын әжем: қозым, қозым, сенің осы айтқаның өзі-ақ маған үлде мен бүлде емес пе? Айналдым сенен, басқа күшіктерге тегіс жиылып бір төбе болғанда сенің өзің бір төбе емессің бе маған деп еміренетін. Сол әжем биыл менімен бұрынғыдан да қатты көре етене сырласатын болды. Жазға салым бір айдай Әсембайдың үйіне жатып қайтқаннан кейін көзі кіртиіп жүдеу тарта бастады. Ешкімге байқатпай жиі-жиі күрсініп ұқырейтінді шығарды. Балалары өзара төбелесе қалса бұрынғысынан да қатты қапаланып, Құдайды, қуда, шұнық деп әбден таттанып аша-шыға қырғанатын. Қу Құдай, шұнақ Құдай, осылардың күйігіне күйдіргенше алсаң етті мені деп күйініп. Ал кейде оңаша қап жүн түткен боп отырып, ешкімге көрсетпей өзінен-өзі көзін жасын іркіп алатын. Бір күні екі кештің арасында біздің үйге Мәржапия келді. Үйіндегі шаруасын істеп жүріп шығып кеткен беті болса керек. Жеңін түріп алған, білегі қамыр-қамыр, ал жапқышы ұн. Аузы салпылдап сағыз шайнап жүр. Әлдетінше шолжаңдап келіп, тәтемнің, менің шешемді тәте дейтін, не тәттісі бар екен, жеп кетейінші деп ас тұратын жейлерді тінтіне бастады. Онан қолына іліккендерді қомақайлана асай жүріп төр бөлмеге кірді де шифоньер, чемодандар ақтарды. Әлден уақытта сықылықтай күліп қолтығына әлденені қыстыра шықты да: «Тәтем іздемесін, мені біреусін алдым» деп жүгіріп басып кетті. «Мынау неғып жүр екі кештің арасында ербиіп тағы несін әкеттің?» деп бажылдаған әжемнің сөзі құлағына да ілген жоқ. Біраздан соң жұмысын қайтқан әжем балалар бақшасында істейтін. Кешкі асты әзірлеп, оны ішіп болғаннан кейін әжеммен ақылдасқандай: «Бүгін өзіме бір көйлектік зат алып едім. Соны қалай тіксем екен?» деп қойып, төргі бөлмеге кіріп барып шифоньерді ашты. Ашты да астан-кестен ақтарыстырып ас бөлмеге қайта шықты. «Сіз ашып бір жерге қойған жоқсыз ба әже?» деді. «Жоқ, көрмедім», деді бір пәленің боларын сезген әжем аянышты үнмен. Осы сәттегі ұрты суалып қураған қалың әжімді әжемнің жүзіне де қарарлықтай емес еді. «Ибай-ау, қайда кетті онда?» Көсілдетіп алма жеп отырған кішкентай қарындасы мұрнынан бір тартып қойып: «Жаңа Мәжия тәтем бірдеңе ұрлап алып кетті. Дегені сол-ақ екен». Шешем тас-талқан болды. Көзі шатынап, көк кеңбек болданып, Мәжапияны көктен алып жерге салды байғұс. Айтпаған сөзі қалмады. Тісін шұқып отырған әкем жайлап қана: «Жә, болды енді ғой. Со бір 4 метр зат әкеңнің құны емес шығар» деп еді. Шешем одан әрмен тулап түсті. «Осы сенің тұқымдарынан ақ құтыла алмадым. Не асқа жарытпайды, не аузынан жырып, не киім кигізбейді» деп өзіне тарпа бас салды. Ақыры: «Кірсінші енді осы қатын осы үйге. Тура аяғын сындырамын» деп бартынды. Әжем ләм деген жоқ. Бірақ уыс болып шөгіп бүрсі де отырды. Төсекке де сол бойы жазбаған күйде бір уыс қылып жатты. Түні бойы ұйықтаған жоқ. Көзін әлсін-әлсін, естілер-естілмес күрсінумен ұқылеумен болды. Түннің бір уағында оның үнсіз жылап жатқанын да сезді. Бірақ ертеңнен сол күнде әдетінше түк болмағандай қора маңындағы кепкен-тезектерді жинап түске дейін табанын жапты. Онан соң маған: «Бүгін түстен кейін бір тобылғы шауып әкелейікші, арба жекші» деді. Әжем екеуміздің ең жақсы көретін сәтіміз арбаға отырып отынға баратын кез. Атты жайлап, аяңға салып қойып, әжелен немерелі екеуміз нағыз қызу әңгімеге түсіп кірісеміз. Әжем мені еш уақыт жасынып кемсітпейді. Қайта мені медеу тартқандай, көңіліне кірбің назы болса да айтып шерін тарқататын еді. Жаздың ми қайнатқан ыстық күні. Түс ауа сәл аптабы қайта басаған. Бірақ көңіректі барлығы аңызақ солғып, зеңіп тұр. Шыбыңдап мазасы кеткен ат жай жүрсе де қатар тер боп келеді. Әжем екеуміз арба үстінде қол шатырда көлеңкелеп отырмыз. Алған бетіміз терең сайдағы тобылғы қия. Әжем сол терең сайдағы жасырақ кезінде қалай тобылғы шапқан әңгімелейді. «Ол кезде әне бір тұрмыстықтар әктас қайнайтатын» деп терең сайдың төменгі тұсындағы найзаша шаншылдақ көк тасты нұсқап қойды. «Соған жағу үшін тобылғы шабатынбыз. Балалардың бәрі жас. Осы Көсембай сонда 11-де еді. Әсембай 8-де, Есілбай апыл-тапыл ғана жүретін. Үйге қалдырып кетейін десем, сеніп тапсыратын адамым жоқ. Сонан үшеуінде күнде өзімен бірге тобылғы шабатын жерге алып баратынмын. Сонда күнбіне арба тобылғы шабатын. Жігіті ғана ілесуші еді маған. Кескішім бір күнде шапқан тобылғымды таудай етіп арбаға тиегенде, ондағы бір арба қандай? О, әлгі жігіттер, апырай, Бәзила, тобылғы шабу үшін жарағансың ғой, сірә деп қайран қалатын. Терең сайға да жеттік. Атты сайдың табанына тоғыдырып кетпегендерімізді алып тобылғымызды қияға да шықтық. Міне екі кетпенді иығыма салып алдына түстім де әжем екі қолын артына қайыра ұстап жаймен демала көтерілді. Ендіге жүріп сөйлеп келеді. «Шіркін-ай, өсіп кетіпті-ау, сол жылдары тып-типыл тастап ек.
деп қалың өскен тобылға сүйеніседі. Қияның тобылғысы шындақ бітік екен. Шетінен қамшыға сап болардай қызыл күннің тобылғылары адамның бойымен бірдей, әр түбі бір арқа отын. Арасынан өтіп жүру қиын. Жеңішжан, міне, осы бір жерден бастайық. Баяғыда осы арада мен әнеу бір тұстан Зарқұм, Марқұм, онан әркеттен қазағымда сиыршы Исабай шал түсіп жарысушы ек. Бісміллә. Өйбөу Жеңішжан, мынауың түсуі жеп-жеңіл ғой. Алдыңға ауыр кетпенді маған бер. Естімесе, осылай бола ма балам-ау? Әжемнің өңі жасарғандай өзгеше бір түрлі жайнап шыға келді. Ала-құла бірі бар, бірі жоқ тістерін көрсетіп күлді. Онан соң алақанына түкіріп қойып кетпенді құлаштай көтеріп сілтей жөнелді. Кетпенді әрі сілтеген сайын екі енінен ыңқылдай шыққан үһілеу естілді. Бірақ сол үһілеудің өзі әжемнің әр қимылы екпінді салмақ қосып тұратын сияқты көрінді. Әп сәтте бір өзі үлкен арқа тобылға қопарып та тастады. Шыңғытқаннан әжемді жүзінен айғыз-айғыз боп тер аққан кеп демалуға да отырды. Деміңді ал балам, аса зорланба деді маған. Екеуміз енді қатарлас отырып сорлығымызды басып, үйден алып шыққан айран толы торсықтың аузын шерттік. Әжем қышқылтым салқын айран тамсана отырып асықпай жұтады. Шөлі қанған соң кимешегін етегімен аузын маңдайын терін сүртіп, маған мейірлене қарады. Қуатым, қозым менің, деп кекілімен сипап қояды.